Баршаңызға сәлем. Қазір барлық жерде хит болып жатқан классикалық және көк пиязбен қаттаманы қалай жасайтынын үйренейік. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Ең алдымен дайындап алған суымызды және тұзды қосып, кішкене қаттылау қамыр илеп аламыз. Керек заттарды қанша екенін мен описанияға жазып өтемін. Сол жерден қарап оқысаңыздар болады. Енді 15-20 минутқа демалдырып алып қоямыз. Ол уақытта көк пиязымызды турап аламыз. Дайындап қоямыз бір ыдысқа салып. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, оны зуалап, жұқа қылып жайып аламыз. Осындай жұқалықта болу қажет. Арасына жаққанға мен маргарин, тоң май және кәдімгі сұйық майды қолдандым. Бұның орнына сіздер 72%-тен асатын майды қолдансаңыздар болады. Арасына мен майды кішкене аздау жағамын, өйткені біз құрғақтау болған жақсы көреміз. Сіз өзіңіздің ыңғайыңызға, қалауыңызға қарай жағасыз. Және пияздың барлық жеріне тигізіп бір келге қылып жайып, видеодағыдай кесіп шығасыз. Немесе қаттаманы сіз самса сияқты істеп үйренген болсаңыз, дәл солай істесеңіз де болады. Ол өз қалауыңыз. Осы зуаладан мен 5 қаттама шығардым. Осылай бір-бірінің үстіне орап, барлығын бірдей формаға келтіріп аласыз. Менің табам кішкентай, сондықтан мен 5 бөлік шығардым. Егер сіздің пісіретін табаңыз үлкендеу болса, 3 немесе 4-деу шығарсаңыз болады. Міне, видеодағыдай, енді бұл классикалық қаттама, оны да дәл солай орап шығамыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Пиязбен және пиязсыз менде 5 штуктан 10 штук шықты. Онда кішкене ғана сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Қалған 5 қаттаманы мен осылай бөлек-бөлек пакетке салып, морозильникке салып қоямын. Табамызға кішкене май жағып, газды баяулатып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Жалпы 3-4 минут кетеді екі жағына да. Міне біздің қазір хит болып жатқан қаттамаларымыз дайын. Өте қараңыздаршы, қамыр жұқа жайылғандықтан қатпарлы болып өте әдемі шықты. Дәмі де керемет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.